Жақшылық Сапарбаев, Адашу, әңгіме. Автобус келіп тоқтағанда ерчеген чаң көтеріліп ешігі ашылғанда барып басылды. Içінен қара киімчен кіші түсті. Автобус чаңды сапырған бойдан жүріп кетті. Жол жетіндегі аялдамаға шейін бір аял баласыменен жүрқап, автобусқа жетпей көңілі чөгіп аялдамада отырып қалды. Қара киімчен адам менен сылық ұжырашып қойды. Қара киімчен таныбаса да башын екеп, хайлыға кетші таштақ жолды үмітті қарады. Бір жан көрінбейді. Heç kim тосып шықпады. Оны тұшқан екен мені, деп қара киімчен ішінен күрсінді. Көтіргені бір сумка, анын içinde документі бар. Анан бош отырбай 10 жыл бойы таш менен іштеп, жылмалаған шақыраған таштары анан іштеп тапқан 1000 сомдан ашық ақшасы бар. Айлы іші баяғыда екен, болғаны бірейін серін 2 қабат үйлер салынып тұр. Қайлыға кіргенделе бірінші үй Майрамкүл апанын үйі, мұрдағыд әйлі үйінің алды толғын гөл, өсі болса келіндерінің алдына түшіп, оқат қылып жүреді. Майрам апа, жақсы ба? Айлының топырағын басқандан кейін бірінші үн чарғаны. Жақшы, Қанат? Сенсің бе? Мен бош емесмін. Кешкірелекте жұмыштарымды бүтіршім керек. Майрам апа Қанатты көргісі келбегенде үйіне кіріп кетті. Мұны түшінген Қанат башын жерге салып жолын ұлады. Жолдан аны танығандар кешке қарашты. Баяғы түрмеде кесілген Қанат келіптір, деген сөз өзінен мұрда айылға жеткен екен. Кішінекей балдар баштарын дуалдардан шығарып, аға күліп, тиішіп жатышты. Балдардан башқа еч кім аны қараған жоқ. Қанат үйін көріп жүрегі сыздады. Үй депті айтуға оз барбайды. Қорау үшін чөп басқан, сарайы урап, чатыры сынып ақ жоқ болған. Көкторбазаны ашып қорауға кіргенде жүрегі оғы бетер қанады. Кешейлі бұл қорау балдардың күлкісіне толған жер болчы, бүгін мінтіп аракештерден жайын әланыптыр. Айнектері сынған үйге кіргенде атын есінің ескі керебетінен жана дуалдарда иленген кілемден башқа еш нәрсе қалбаптыр. Сумкасын жерге таштап, балақай кезінде саймаларын қарап жатчу кілемден көзін алпай қарекіне жаш толды. Bir малда ешік қағылды да, «Ей, сен кімсің?» деп біреу доғыш қылды. Халық ағайының үнін жазбай таныды. Мектепте география менен музыкадан сабақ берчіле, тапшырманы атқарбай келсе, ушындай үн менен ұрышчы. «Халық ағай, сіз бе?» «Бей, Қанат, сен түрмеде емес бірің? Қаяқтан?» «Мен мөнетіме мұрда бошанып келдім, ата. Мен сілердің үйді қайсы аракештерден ұрылардан қайтарып отырам. Ешік қалдырғаннан улам, ішінде баяғы шумпайлар жүршкен екен деп». Қалығата үйіне чайға чақырса, Қанат баш тартып қойды. «Елтін бетінің қарай албай жатам, башқа күні барайыншы, рахмат», дегеннен ағайы бұршта тұрған үстілге отырып, 10 жыл ішінде бұл жерде болғандың барын төкпөй чашпай айтып берді. Атасы, андан кейін апасы өлгенден кейін балдары қанты үйде талашқанын, мұрасқа кемесе болорын сот чечіп, ошыл үй Қанатқа қалғанын, кейін енесі келіп, атасының ескі москвичін айдап шығып, бақты сүзіп майып болғандығын, анан Мұрат Қанатты қантып, ел көзіне жек көргізгенінде төкпөй чашпай айтып берді. Ертесі ата-енесі қойылған мүрзеге барып, Құран оқып қайра келе жатса, жолдан Мұрат көрінді. Қанаттың келгенін уғылы мүрзені көздей чааптыр. Жақын келгенде аттың башын тартпай секіріп түшіп, Қанатты алқа жақадан алды. «Келдің бі, ақмақ? Сенің жүзіңді бұл жерден көрім деп ойлап тұрмын. Қантып келдің, я, бетің чыдабай». «Мұке, мені жаман көресің, білем». «Жаман көрбейм, жек көрім. Менің ағамды өлтірген мұқашыны жек көрім». Мен сенің ағаңды өлтірген емесмін. Ананча, өзі барып башын қатыл нәрсеменен ұрылған екен да, Оқшы, Мұрат, ал күні біз мұшташып кеткенбіз, бірақ ал үйге соғайдан кеткен. Оқпаймын, ұғып біткемін. Саға айтарым бұл жерге екінші келбегінің. Ел сені жек көреді. Адам өлтірген кішіне чақ қатардан шығарып қойышқан.
Men öz jazamdy ötöp geldim. Dahy emne kılışım gerek? Sen ömür boyu kesilişin gerek bolça. Türmede çirişin gerek bolça. Kanat onun kökreginde kaynakan kaygısın, böksür talbasın bilip, ıldıya ayıldı gözдөй, жүгүрүp düşüp ketdi. Эки адамдын баш кошулган жерде Канаттын түрмөдөн келген тууралуу сөз. Айылга Распутин же Атилла келгенде эле баары коркушат. Малдарына сак, балдарын Канаттын жанына жолугууну эскерткендеричи. Күнү кечке короодогу чөптү чаап, илетке келтирип, кечкиргенде дүкөндөн жумуртка алып, чагып туруп чийки жутуп алды. Бала кезден чуркап чоңойгон көчөлөр менен баскысы келип, бирок эл көрбөсүндө акырын айылдын чети менен жай басып жөнөдү. Тамекисин эми оозго алып, кызартып тарта баштаганда, алдынан 2-3 бала тебелеп кетчүдөй эле чуркап өтүштү. Капысынан чыккандардан буйтайм деп тамеки чогун көйнөгүнө түшүрүп күйгүзүп алганда, өзүнчө түрмөдөгү сөздөрү менен сөгүнүп алды да, тамекисин ыргытып үйүнө жөнөдү. Эшик ачып кирип эле эски киребетине кулады. Уктап жатканда тык деген үндү угуу кандай жаман. Ким болду экен бул деп көзүн ушалап эшикти ачса, калыгата турат. Тынчылыкпы? Калыгулун чөбү өрттөнүп, сарайы кошо күйүп кетиптир. Тамекиден деп атышат. Сенин кылганыңбы? Коюңузчу, чөптүн жанынан мен тамеки чекмек турсам, ширеңке да кармабайм. Ошондой эле болсун, Канат. Ошондой эле болсун. Антпесе билесиң, айыл эле сени түрмөгө отуруп келгенде билет. Кечирип кой, бирок эл ушундай болуп калган. Билем, менин келгениме кошунанын кара итинен башка эч ким кубанган жок. Калгата эшикти жаап үйүнө кетти. Канат керебетке кайра жатып, жаман иш болгон экен деп ойлонду. Эми айылда бирөө ташка чалынып жыгылса да мени күнөөлөшөт тура. Жаман аттуу болгон ушуда. 10 жыл мурда Мураттын агасын өлтүргөн эмесмин десем, эч ким ишенген эмес. Сотуна чейин мени күнөөлүү дешкен. Эми мындай майда ишке деле мени иле беришет. Кой, эртеңден баштап жаңы жашоо баштайын. Дарат алып мечитке барайын. Күнөөлөрүмдөн арылайын деп жатып, көзү уйкуга илинди. Азандын үнү Канатты ойготту. Жума күндүн берекесин ойлоп, бул күн менин жаңы жашоомдун алгачкы күнү. Бүгүн жакшы ниет менен мечитке барып намаз окуп, эл катарына кошулсам деген аруу тилек менен таза кийимдерин даярдай баштады. Даратын алып, жакшы кийимин кийип, мечитке келгенде эл толуп калган эле, мечиттин оозуна турган адамдардан кечинде болгон окуя тууралуу сөз кылып жатышыптыр. Асанбектин баласы достору менен Калыгулдун сарайына жашынып, тамеки тартып атышып, чөптү өрттөп алганда, жүрөктөрү түшүп качып кетишиптир, деп куурашкандарынан кулагы чалып, көңүлү кыйла желине түштү. Бут кийимин чечип, мечиттин астанасынан аттаганда, элдин баары аны карап калды. Уялгандан элдин жанына бара албай, бир кадам аттап, китептер турган тактанын жанынан орун алды. Келгенине 3 күн болду. Бирок дагы деле айылдаштары аны жырткыч көрүп, жакын жолошпойду. Канат буга чыдабай, имам сөзүн бүткөндө жана Хасан айтыл электе таксырдан суранып, элге айта турчу сөзүм бар дегенинен аны алдыга чыгарышты. Ассаламу алейкум, айылдаштарым, менин бир туугандарым. Валейкум ассалам, деп айылдаштары чоң кичинеси дебей баш ийкешип тегиз алек алышты. Билем, мени жактырбайсыңар. Анткени мени адам өлтүрдү деп камалып кеткем. Билем, мени жаныңарга жолоткуңар келбейт. Анткени мен түрмөдө отуруп келдим. Мени айылдан чыгарып салгыңар келет, бирок мен өз жазамды тартып келдим. 10 жыл бою эмнелерди гана көрбөдүм. Түрмө деген адамдарды сындырат экен. Ага күчтүүлөрү гана туруштук берип, адам бойдон калат. Түрмөдө 10 жыл жөн эле жүрдү дейсиңерби жалгыз камерада? Кичинекей терезени тиктеп. Мени адам өлтүргөн деп билесиңер. Кудай төбөмдөн карап турат. Бул чалкан. Мен бейкүнөө ак жеримден түрмөгө кесилгенден кийин, жазаны тарткандан кийин, мага адамча мамиле кылууңуздарды талап кылууга акым барбы? Мен түрмөдө жөн эле жаткан жокмун. Иштедим. Цехте жыгач кестим. Эшик терезе жасадым. Темир ширеттим. Мамлекетке пайда алып келдим. Ал жерде чыныгы кылмышкерлер жана күнөөсү такталбай жөн эле кесилип кеткендер отурушат.
Барын эле адам катарынан чыгарып салуу туура эмес го дейм. Мен деле силердин уулуңар элем. Макул, көчөдөн учурашпай, үйүмө конок болуп келбей эле койгула, бирок мен тынч турмушумду улантайын. Ата-энемден калган үйдү оңдоп, адам болоюн. Мечитке келип, күнөөлөрүм үчүн жараткандан кечирим сурайын. Келе кой балам. Сен эми эл мурункудай сөмөй менен көргөзбөйт. Мурда кандай мамиле кылып келишсе, ошондой мамиле болот. Туурабы? Деп имам элге кайрылганда, баары бир ооздон «Тура» деп үн салышты. Имам басып келип канаттын далысынан таптап койду да, анан «Келгиле, момун мусулмандар, сапка тизилгиле. Бири-бирибизге жакын туруп, жаратканга ниет кылалы». Азан айыл ичин жаңыртты. Кечээ эле аны кылмышкер деп айыпташкан айылдаштары канат менен бир сапка тизилип чогуу намазды башташты. Канат тизе бүгүп, жайнамазга чекесин тегизип, билип билбей кылган күнөөлөрүм болсо кечиргин, о жараткан дегенде, көкүрөгүнөн жалындап чыккан шыбырын бүт аалам уккандай болду.